Ассаламу алейкум, құрметті достар. Біз бүгін SolidWorks программасында дайын материалдарды, яғни 40-та 40, 40-та 3 деген сияқты, 30-да 30 деген сияқты дайын базардарда сатылатын дайын материалдарды пайдалана отырып, SolidWorks'та қалай жылдам әрі тез заттардың негізгі сүйегін, яғни негізгі қаңқасын, негізгі құрылысын қалай сызуға болады, қалай тез жылдам жұмыс жасауға болады, сол жайында қысқаша түсіндіріп өтетін боламыз. Сіздер бұл бөлімді үйрену арқылы, бүгінгі сабақты үйрену арқылы қарапайым столдан күрделі крандарға дейін сызуға мүмкіндіктеріңіз болады. Яғни сіз бұл қарапайым стол болғанымен көп нәрсені үйренетін боласыздар. Бұл жерде не қамтылып кетеді, мысалы, бұл сабақта? Бұл жерде, мысалы, сіздер кесіп алады, мысалы, болгаркамен кесесіздер, арамен кесесіздер, қандай градуспен кесесіздер, соған дейін нақты көрсетіледі. Яғни қаншалықты ұзындықта қандай кесу керек. 1824-те, мысалы, белгілі бір градуста кесу керек деген сияқты нақты есептеулер сіз жүргізе аласыздар. Бұл жерде көрсетілген, мынадай ұзындықтан 2 дана, мынадай ұзындықтан 2 дана, мынадай ұзындықтан 4 дана деген сияқты көрсетілген бұл жерде. Ендеше кеттік. Ең әуелі біз, дайын 3D сызбасын сызатын бөлімге кіреміз. Окей делдік. Ендігі кезекте біз бұның үш кеңістігіне де тиіспейміз ешқайсысына. Бұл жерде мынандай зат бар. Мынаны бассаңыздар шығады, 3D sketch деген. Яғни кеңістікте сызба сызу. Ең бірінші біз 4-бұрыш сызбаламыз. Бұл қай жері деп ойлайсыздар негізі? Бұл дегеніміз біздің үстіңгі бөлімі. Мынау үстіңгі бөлімі. Біз осы үстіңгі бөлімнен төмен қарай сызатын боламыз. Ең бірінші біз үстіңгі бөлімін 4-бұрыш қылып сызбаламыз. Яғни негізгі өлшемімізді. Негізгі өлшемді біз сызбалайық. Міне, сыздық. Бұның өлшемі қанша болады бізде? Жалпы ұзындығы мен 1000 дейін. 1000-да мысалы 800 дейін. Кең болып кетті ме? Әлде мен 600 деп жазайын. 600-де 1000. Сызбамыз сызылды, беткі бөлімі. Енді екінші кезекте біз сирақтарын сызамыз, аяқтарын. Мысалы, сіздерде мүмкін ол бұлай тұру мүмкін. Сіздер тура осылай айландырып алсаңыздар, ортасын айланатын бөлім бар. Тышқанда, мишкада айланатында айландырса, басып тұрсаңыздар, міне осылай жылжиды. Сосын бұлай қоямыз, міне, туралап. Міне. Енді екінші кезекте тура осыны бұлай сызамыз. Бұл жерде сіздерде ұзындықтар маңызды емес, қазір негізгі сызбасын сызбасаңыздар болды. Ұзын бола ма, қысқа бола ма, айырмашылық жоқ. Біреу ұзын, біреу қысқа болды. Енді барлығын теңестіру керек бізге. Бұл үшін бізде контрол басып тұрамыз, міне, контрол басып тұрып, барлығын жеке-жеке таңдап аламыз. Контрол басып тұрып, мишканың сол жағын басамыз. Яғни тышқанның сол жағын басамыз. Енді бұл жерде тең деген бар. Тең дегенді бассақ, барлығы теңесті. Енді бізге қажетті өлшем жазып аламыз. Мысалы, бізге қажетті өлшем қанша? 500-де 500 болмайынша 600 деп жазайын. 600. Яғни 600 болды биіктігі. Ендігі кезекте біз арқалық, яғни ортасында тұратын бөлік темірді сызып алайық. Тура осылай өздеріңізге қажетті өлшемді сызып аласыздар. Мен ортасынан сыздым. Яғни 300. Мынаның аралығы, мына екеуінің аралығы 300 болды менде қазір. Оны қалай көреміз? Мынадан басып, мысалы 2 нүктені белгілесек, 300 деп көрсетеді. Яғни бұның ұзындығы 300, аралығы 300 деген сөз. Бұнымен бітті. Енді мынаны басамыз. Негізгі қаңқасының сұлбасы сызылып болды. Енді не істейміз? Сіздерде мынау элемент істеп тұрады. Менде ағылшынша барлығы. Элемент болмаса, сіздерден орысша ақ жерге алып келіп, мишкаңыздың сол жағын бассаңыздар, оң жағын бассаңыздар, мынадай зат шығады. Мына жерде кесте бар.
тура осыны басасыздар. Мына жерде мысалы сіз алып қоса аласыздар. Мысалы менде қазір бұл жоғалып кетті, міне elements дегеніміз жоқ менде. Оны мен қалай шығарып аламын? Мына жерден басам, мышканың оң жағын бастым, мынадай зат шықты. Енді мынаған кіреміз. Сосын ақырын жазып болсақ, мына жерде міне elements деген бар. Бұл жерде тек қана орындар әріп қана ауысқан. Менде ағылшынша, сіздерде мүмкін орысша болуы мүмкін. Тура осы жерде elements деген бар, басамыз. Мына жерде пайда болды міне. Мынау тұрған материалдар бар. Осының ішінде профильдар бар. Басамыз. Басқанда мына жерде халықаралық өлшемдер және өзіңіздің кіргізген өлшемдер, мысалы мына жерде дюйммен тұр. Халықаралық өлшем, мысалы мынау әртүрлі, мысалы швейлердің, мысалы үшбұрышты швейлер, қуыс темірлер деген сияқты барлығы бар. Мысалы мен 40-та 40 профильді істетемін қазір. Мынаны басамыз. Бастық, шықты міне. Тура осылай барлығын айландырып шықсақ болады міне. Үстіңгі жағын сызып болдық. Сосын жаңа группа деп басамыз. Астыңғы бөлім. Енді аяқтарын сызып аламыз, сирақтарын. Сызамыз. Жеке-жеке белгілейміз міне. Бастық. Тағы да жаңа группа дейміз. Мынаны басамыз. Бастық міне. Мынаны басамыз. Және мынаны басамыз. Тағы мынаны басамыз. Міне көрдіңіздер, мынау тура келіп орналаса қалды. Ешқайсына өтіп кеткен жоқ. Бұл жерде мынау аралық дегендер бар. Бұлар сіздерге керек емес деп ойлаймын. Бұны ақырын келесі сабақта түсіндіретін боламын. Окей дедік. Міне сызылды. Бізде негізгі қаңқасы тұрғызылды. Енді үстіне бізде мынаны бассаңыздар көрінетін және көрінбейтін зат бар. Көрінбейтін қылдық. Енді үстіне қойып, мына жерде үстіне біз несін сызайық. Тақтайын сызайық. Міне, тақтайын сызайық. Бізде өлшемін жазып алайық. Өлшемін бізде 1600 деп жазсам, ені 800 деп жазсам, міне, 1800 дейін. Енді бұл жерге мен радиус жазайын. Мысалы, мынаған мен 100 деп жаза салайын. Таңдаймыз. Окей басамыз, Enter басамыз. Міне, радиус таңдалды. Жеке-жеке басып шығамыз. Міне. Енді мынаны бассақ, жоғары қарай көтеріледі. Мысалы, сіздерде қалыңдық қанша болады? Беттің қалыңдығы көбінесе 32 болады, 32 деп жаздық. Міне, бізде материал, жалпы тақтайымыз, стөліміз сызылып бітті. Ендігі кезекте біз материал береміз. Мына жерде тұрады материалдар. Басамыз. Мына жерде ағаш, сосын материалдар. Ағаш талдадық. Сызылды. Енді анаған темір талдаймыз. Мына жерде металл деп тұр. Мынадай темір талдадым. Міне. Енді мынау қырлы болып қалды бұл жер. Қырын жоғалту үшін бізде мысалы белгілі бір радиус қоятын болсақ болады. Тура осылай. Болмаса сіздер сызықты талдасаңыздар болады бұл жерде. Болмаса екі бетті талдасаңыздар болады. Міне. Окей дедік. Міне сіздерге сызылып болды. Жалпы стол осылай болады. Ендігі кезекте бұның размерін қалай көруге болады, қалай өлшеуге болады деген сияқты. Мына жерде мынадай зат бар. Міне жаңа парақ ашатын жерде тұрады. Яғни импорттау, экспорттау. 2D форматына экспорттау. Бірінші рет сақтап аламыз. Сақтайық мына жерге. Мен part 7 деп кете берсін. Ішіне кірді сызбамыз. Қандай форматта сізге? Енді мысалы кез келген бір формат қоя салдым. Енді мына жерде пайда болды. Сізге қайсысын қоясыз? Үстінен, жанынан, қырынан деген сияқты. Мен мынаны қоямын. Мысалы мына жерге алып келдім.
қойдым. Көрдіңіздер ғой, қойдық. Мына жерде мынадай пайда болды. Енді мен бұны нақты сұлбасының тұрғанын қаладым. Мысалға. Окей дедім. Міне қойылды. Енді бізде қандай материалдар істетілді? Қаншалықты ұзындықта деген сұрақ туындаса, мына жерде бізде элемент катлист деп тұр. Осыны басамыз. Бастық. Деталды талдаймыз. Окей дейміз. Міне. Мына жерде мынадай заттар пайда болды. Мысалы, міне мынадан 2 дана, мынадан 2 дана, мынадан 4 дана, мынадан 2 дана. Мысалы, бізде материалдың аты, ұзындығы және саны тұр. Бұл жерде номерлер тұр. Бұл номер дегеніміз не бұл? Бұл жердегі номеріміз бізде олай емес. Мысалы, мынау авто деп қойсаңыздар, міне. Мына жерде мынау 1, 2, 3 деп тұрғандар қайсысының номері? Мысалы, соны көрсетіп тұр. Міне 4, яғни бұның ұзындығын сіз мына жерден көресіз. Яғни 4 тұр. Яғни бұның ұзындығы 560 деген сияқты сіздер бұны көре аласыздар. Жалпы бүгінгі сабақ осылай. Қысқаша сіздерге түсіндіріп өттім. Келесі сабақта анықтап, қанықтап, дұрыстап түсіндіретін боламыз. Назар қойып көргендеріңізге рахмет.